достар, бүгін бізде өте керемет жарылыстарды айтатын боламыз. Ал біз кеттік. Поблизости пострадали сотни человек. Их изрезало осколками стекол. Есть и жертвы. На кадрах очевидцев видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, высота которого достигала нескольких километров. Изначально появилась версия о том, что взорвалось нефтехранилище. Говорили даже о якобы ракетном ударе. Всего прогремело 2 взрыва. Міне көрдіңіздер, біздің бірінші жарылысымыз бұл Ливан елінде болған, және оның Ливанның астанасы Бейрутта болған. Ал екінші жарылысқа кеттік. Біздің жарылысымыз келесі. Бұл Америка штаттарында. Бұл зымыран ұшқан кезде, одан кейін сразу жерге құлады. Алдарыңызда көріп отқандарыңыздай жарылыс болды. Бұл бізде екінші жарылыс. Бұның себебі, ғалымдардың айтуы бойынша, бұның себебін әлі ешкім таба алмаған. Бірақ ол жарылыс өте қатты болғаны анықты. Бұл әлемдік рекордтар жарылысында 5-ші орында. Ал келесіде бізде осы жарылыс. Бұл да Америка Құрама Штаттарында. Бұл жарылыстың қатты сонша жарылды. Қаза болғандардың саны 8, ал жараланғандар 44. Бұл бізде Жамбыл, Қазақстанда болған. Жарақаттанғандар саны 53, өлгендер ешкім жоқ. Көріп отқандарыңыздай өте қатты жарылыс болды. Бұл мұнай завод. Неге өзіміздің арқымызды айта алмаймыз? Бұл жерде ешқандай адам өлмеген дейді. Бірақ жарақаттанған адамдар бар.